Жан тану ғылымының бірінші тарауының 7-ші бөлімі. Туған атым Ержан Ильясов, руханиятым Гракли Шямадаса. Шри Шримадачи Бхактивиданта с вами Прабхупаданың жазғанын ағылшын тілінен қазақшылап талқыламақшымын. 1 наурыз 2021 жыл. Жан тану ғылымын зерттеу. 1972 жылы Канаданың оңтүстігіндегі Онтарио провинциясының Уинсор шаһарында құрамына әйгілі мамандар енген комиссия құрылып, өлім сәтін дәл анықтауға қатысты проблемаларды талқылады. Комиссия мүшелері арасында әлемге әйгілі кардиохирург доктор Уилфред Бигелоу, Онтарио провинциясы жоғарғы сотының судьясы Эдсон Хейнс мырза және Уинсон университетінің ректоры Джон Фрэнсис Леди болды. Жанның тіршілік ететін растап, жанның не екенін және қайдан пайда болатын жүйелі түрде зерттеуге шақырған доктор Бигелоу мен комиссияның өзге мүшелерінің пікірлері кейінірек Монреал газетінде жарияланды. Мақалаға назар ауған Шрила Прабхупада доктор Бигелоуға жан тану ғылымын зерттейтін ведатану ілімімен танысуын ұсынып, іс жүзінде қолдану тәсілінде түсіндіре хат жазды. Төменде газеттегі мақала мен Шрила Прабхупаданың жауаптары беріліп отыр. Газет айдары: кардиохирург жанның не екенін білгісі келеді. Уинсор. Әлемге әйгілі Канада кардиохирургы өлім сәтінде денені тастап шығатын жанның тіршілік ететініне сенетінін және теологтардың жанды көбірек зерттеуге тырысулары керектігін айтады. Торонто орталығын ауруханасының жүрек қан тамырлары хирургиясының бөлім меңгерушісі доктор Уилфред Бигелоу жанның тіршілік ететініне сенуші ретінде сол құбылыстың сырын ашып, жанның не екенін білетін кез келді деді. Өлімнің дәл сәтін анықтауға талпынуларға қатысты проблемаларды талқылау барысында Эссекс графындағы медицина заң қоғамы алдында сөз сөйлегендердің бірі Бигелоу болды. Ажалы келген донорлардың сау жүректері мен басқа да мүшелерін бір денеден екінші денеге ауыстырып салу қолға алынған бүгінгі заманда бұл өзекті мәселеге айналды. Егер терең ұйқыға ұқсас ессіз кома күйіне түскен науқас тітіркендіргіштерді елемесе және ми тербелісін көрсететін аспап түзу сызықты көрсетсе, өлім сәті осы деген көпке мәлім анықтаманы ойлап тапты Канада медицина ассоциациясы. Комиссия құрамына Онтарио провинциясы жоғарғы сотының судьясы Эдсон Л. Хейнс пен Уинсор университетінің ректоры Фрэнсис Леди де енді. Көтерілген тақырыптарды талқылау барысында 32 жыл бойғы хирургиялық тәжірибелерінен кейін жанның тіршілік ететініне еш күмәні қалмағанын Бигелоу интервьюінде айтты. Тірі өлімге көшкендердің жұмбақ өзгерістерге ұшырағанын көрген кездерім болды. Ең көп көрінетін көріністердің бірі көз жанарының тіршілік нұрының өлімсіреп, жансызданып, көмескіленіп, кенет өшуі. Көзіңмен көргенді құжаттау қиын, оңай шаруа емес, деді Бигелоу. Гипотермия деп аталатын терең мұздату тәсілін қолдану арқылы жүректің қақпақшасына хирургиялық операция жасап, ғылыми жаңалық ашуының арқасында атағы әлемге жайылған Бигелоу университеттердің теологияға қатысты пәндері жан тану ғылымын зерттеуге тиістеді. Осыны талқылау барысында, егер жан бар болса, оны көре алмайсыз, іздеп таппайсыз, деді Леди. Өмір энергиясының көзі бар болса, ол қандай? Мәселе мынада. Белгілі бір орында болмайтын жан тұла бойымызда жайылып жатса да, денеміздің ешбір жерінде емес. Тәжірибеге кіріссем бе десем де, қалай бастарымды білмей қобалжудамын. Бұл әңгіме Құдайды ғарыштан көрмегендіктен, Құдай жоқ деп оралған кеңес ғарышкерін есіме салды, деді Леди. Бүгінгі медицина түсініксіз әлденеге ұшыраса, зертхананың басқа да амалдардың көмегімен хақиқат сырын ашып, жауабын тап деген ұранды ұстанады деп Бигелоу келіскендей сыңай танытты. Жан қайды және қайдан туады деген басты сұрағыма жауап берсеңіз деп өтінді Бигелоу. Шрила Прабхупада Ведадан айғақ келтіреді. Қадірлі доктор Бигелоу, жақында мен Рей Корелидің кардиохирург жанның не екенін білгісі келеді деген газеттегі мақаласын оқып, қайран қалдым. Түсіндірмелеріңізден өте көрегендігіңізді көріп, тақырыбыңызға
қатысты хат жолдауды жөн көрдім. Менің халықаралық Кришнатану қоғамының негізін қалаушы Ачерас екенімді білетін шығарсыз. Канаданың Монреал, Торонто, Ванкувер, Гамильтон деген шаһарларында храмдарым бар. Кришнатану қозғалысымыз әр жанға оның бастапқы рухани ахуалын үйретуді көздейді. Жанның әр тіршіліктің жүрегінен орын тепкені және денені асырап сақтаушы энергиялардың бастау көзі екені шүбәсіз. Бүкіл денеге тарайтын жан энергиясы сана ретінде белгілі. Жан энергиясын бүкіл денеге тарататын санамыздың арқасында денеміздің кез келген жерінің азаптары мен ләззаттарын сеземіз. Нәресте тәнінен бала тәніне, бала тәнінен бозбала тәніне, бозбала тәнінен жігіт тәніне, жігіт тәнінен кәрі денеге ауысатынымыз секілді, жекедара жан да бір денеден екінші денеге ауысумен болады. Ескі киімді жаңа киімге ауыстыратынымыз тәрізді, кәрі денеден жаңа денеге ауысуымызды өлім дейді. Жанның ауысуы деген осы. Рухани әлемдегі шын үйін ұмытып, осы фәни әлемнің қызығын көргісі келген кезде, жан күн көрісі үшін жандалас арпалысады. Туу, өлі, ауру және қартайу шеңберінен көз аштырмайтын, өз табиғатына қайшы өмірді тоқтату үшін, жан өз санасын Құдайдың жоғарғы санасымен ұштастыруға тиіс. Кришнатану қозғалысымыздың басты ұстанымы осы. Ал жүректі ауыстырып салуға тоқталсақ, егер жүректе жан болмаса, жансыз жүректі ауыстырудан ештеңе шықпайтындықтан, жанның тіршілік ететін мойындау шарт. Егер жыныс қатынасы кезінде жан болмаса, рухтанбайды, екі қабат болмайды. Рухтануға қарсы шаралар құрсаққа зақым келтіретіндіктен, құрсақ жан үшін қолайсыз орынға айналады. Бұл Құдайдың нұсқауына қарсы шығу. Құдайдың нұсқауымен белгілі бір құрсаққа енетін жанды рухтануға қарсы шаралардың қыспағымен қабыл алмаса, Құдай жанды басқа құрсаққа салуға мәжбүр болады. Құдайға бағынбау деген осы. Мысалы, біреу әлдебір пәтерге көшіп келуге тиістелік. Егер бүлінген пәтерге кіре алмаса, ол қайда барарын білмей дағдарып қалады. Бұлай заңға қарсы шығу жазаға тартылады. Жантану ғылымын зерттеу ғылымның алға басуын айғақтар еді. Алайда ғылымның алға басуы жанды таба алмайды. Жанның тіршілік ететіне жанама нышандарынан көрінеді. Жанның көлемі нүктенің 10 мыңнан бір бөлігіне тең дейді веда шастралары. Нүктенің ұзындығы мен көлденеңін өлшей алмайтындықтан, дүнияви ғалым жанды ұстай алмайды. Жанның тіршілік ететін беделдерден білу арқылы мойындауыңызға болады. Ең ірі ғалымдардың ашамыз деп жүрген жаңалықтарын біз баяғыда түсіндіргенбіз. Жанның тіршілік ететін түсінген сәтте Құдайдың тіршілік ететінін әп-сәтте түсінеміз. Құдай мен жан арасындағы айырма мынада. Құдай ең арасан зор жан болса, керісінше тірі жан кіп-кішкентай жан болса да, қасиеті жағынан екеуі де бір сапалас. Сондықтан Құдай бүкіл әлемге таралса да, керісінше тірі жан бір орында шектелсе де, табиғаты мен қасиеті жағынан екеуі де бір сапалас. Жан қай тұста, қайдан келеді деген басты сұрағыңызда түсіну қиын емес. Жанның тіршілік иесінің жүрегінде тіршілік ететін және өлгеннен кейін өзге денеге көшетінін әлгінде талқыладық. Әуел баста жан Құдайдан келеді. Оттан ұшып түскен ұшқынның сөніп қалғандай көрінетіне секілді, рухани жан ұшқыны да әуел баста рухани әлемнен фәни әлемге келіп түседі. Фәни әлемде жан табиғат гүналары деп аталатын үш түрлі күйге ұшып келіп құлайды. Бірінші, құрғақ шөпке түскен от ұшқыны от қасиетін сақтайды. Екінші, топыраққа түскен от ұшқыны топырақтан нәр алмаса от қасиетін сақтамайды. Үшінші, суға түскен от ұшқыны сөніп қалады. Осылай тіршіліктің үш түрлі күйін аңғарамыз. Бір тірі жан рухани табиғатын толайым ұмытса, екінші тірі жан аздап ұмытқанымен рухани табиғатын аздап түйсінеді. Ал үшінші тірі жан рухани табиғатын толайым іздейді. Жанның рухани ұшқынының рухани шыңына шығуына көмектесетін беделді тәсіл бар. Егер шын ұстаздың жетегіне ерсе, жан әуел баста құлап түскен туған үйіне Құдайға оп-оңай қайтара алады. Егер веда шастраларының осы беделді ақпараты бүгінгі әлемге ғылымның соңғы жетістіктерінің негізінде ұсынылса, бұл адамзатты зор игілікке бөлер еді. Әуелден бар хақиқатты бүгінгілер түсіне алатындай етіп түсіндіре білу керек. Шын көңілмен Аче Бхактивиданта Свами.